Арыстан жайында қызықты мәліметтер тыңдаңыздар. Арыстан үлкен және қуатты жыртқыш, мысықтар отбасының өкілі. Бұл жер жүзіндегі ең күшті мысықтардың бірі. Өлшемі бойынша Амур жолбарысынан кейін екінші, бірақ Африка құрлығында оларға еш аң тең келмейді. Сондықтан мәдениетте арыстандар барлық жануарлардың патшалары болып санала бастады. Және ежелден бері халықтардың әртүрлі аңыздарында үнемі пайда болып келеді. Бұл көп аспекті бойынша ерекше жануар. Арыстандар Африкада, Сахараның оңтүстігінде, Үндістанның солтүстік батысында тұрады. Бұрын олар Азияда кең таралған. Бірақ қазір арыстандар өте аз. Олар саванналарда, таулы шөлейттерінде, өзен ормандары жанында және шөлдерде тұрады. 15 ғасыр бұрын арыстандар Европада өмір сүрген. Өкінішке орай, олар күш пен батылдықтың символы болғанына қарамастан, адам оларды аяусыз жойды. Арыстанның салмағы 300 килограммға дейін жетуі мүмкін. Ал алып мысықтың жүрегі барлық африкалық жыртқыштардың ішіндегі ең кішісі. Тарихтағы ең үлкен арыстанның салмағы 318 килограмм, ал ұзындығы 3 метр 35 сантиметрді құраған. Айтпақшы, мидың мөлшері де өте аз. Арыстандар 4 тәулікке дейін сусыз жүре алады. Бұл жыртқыштар күнде 30 килограмм ет жеп қоюы мүмкін. Мысық тұқымдастардың ішінде арыстандардың бойы ең биік болып табылады. Арыстанның басқа мысықтардан ең үлкен айырмашылығы олардың әлеуметтілігі. Олар прайд деп аталатын топтарда өмір сүреді. Прайдта басты ер арыстан бірнеше аналықпен қоршалған. Ұрғашы арыстандар ер арыстандарға қарағанда ұзақ өмір сүреді. Бұл қартайған арыстандардың прайдтан қуылуына байланысты. Яғни жалғыз жүрген арыстандар көбінде қайтыс болады. Орташа алғанда арыстандар шамамен 20 жыл өмір сүреді. Арыстанның прайдында ұрғашы арыстандар әдетте аң аулайды, ал ер арыстан демалады. Ал ұрғашы арыстандар өздерінің олжаларын прайдқа әкеліп бөліседі. Егер арыстанның өзі аң аулауға шықса, ол олжаны өз орнында жеуі мүмкін. Бірақ буйвол немесе жираф, яғни керік сияқты ірі жануарларды аулау кезінде ер арыстанның маңызды рөл атқаратынын атап өткен жөн. Әрине, ер арыстандар ұрғашы арыстандарға қарағанда әлдеқайда күшті. Прайдта негізгі тіршілік сақтау рөлін ұрғашы арыстандар ойнайды. Олар ұрпақ тауып, оны тамақтандырады, балаларын өсіреді және қорғайды. Және жемнің негізгі жеткізушілері осы ұрғашы арыстандар болып табылады. Арыстандар прайды қолжетімді деп санайтын кез келген олжаға шабуыл жасауы мүмкін. Кейде арыстандар тобы тіпті пілдерге де шап береді. Арыстандар Африкадағы ең жалқау жыртқыштар. Жақсы тамақтанған арыстанның жанында басқа жануарлар өздерін қауіпсіз сезінуі мүмкін. Толық асқазанға жануарлар патшасы аңға шықпайды. Арыстандар нағыз ұйқышылар. Олар күніне 20 сағат ұйықтайды. Жақсы тамақтанған арыстанды орнынан қозғай алатын нәрселер бұл күн және қауіп. Арыстан 2 жасында ересек жасына келеді. Тек осы жастан бастап арыстанның ақыру қабілеті пайда болады. Айтпақшы, арыстан ақырған кезде әрбір адамның шашы тік тұрады. Бұл қорқынышты дыбыс 8 километр қашықтықта дейін таралады. Арыстандар көбінесе түнде аң аулайды. Қараңғыда олардың көру қабілеті адамға қарағанда 6-7 есе жақсы. Бұл түнгі белсенділікке ықпал етеді. Арыстандардың күшті жақтары мен 30 тістері бар. Бірақ олар бұл күшті тек етті жырту үшін пайдаланады. Өйткені олар тамақты шайнап тастамайды. Бірақ бірден үлкен кесектерге жұтып қояды. Жер жүзінде екі бірдей арыстанды кездестіру мүмкін емес. Бұл аңның тұмсығы адамның саусақ іздеріне ұқсас, ерекше және тек бір жануарға тән. Жүгіруде арыстандар қысқа қашықтықта жақсы болып келеді. Олар сағатына 80 километрге дейін жетеді. Үлкен қашықтықта олар соншалықты жылдам емес. Ал егер мақсатты болған жануар жүйрік болса, олар қашып құтыла алады. Арыстанның секіру биіктігі 3 метрге жету мүмкін. Арыстанның тырнақтары үлкен, шамамен 7 сантиметрді құрайды.
Арыстандар жыртқыш болғанына қарамастан, олар өте қамқор аналар және бір-біріне мейірімді. Бір прайдтың арыстандары сәлемдесу ретінде бір-бірінің беттерімен үйкелеседі. Ал кішкентай арыстандарды ана сүтімен тек нағыз анасы емес, сонымен қатар сүті бар прайдтың басқа да ұрғашы арыстандары емізеді. Арыстандар соқыр және өте кішкентай болып туылады. Орташа есеппен туылған кездегі салмағы 1,5 килограммды құрайды. 7-10 күннен кейін олар көре бастайды, және 2 аптадан кейін олар өздігінен қозғалады. Салыстыру үшін бөкен баласы, яғни антилопа, бірден дерлік көреді және туылғаннан кейін 15 минуттан соң жүгіре бастайды. Бала арыстандар алғашқы 6 айда ана сүтімен қоректенеді. Бірақ 3 айдан бастап олар ет жей бастайды. 11 айға қарай арыстан марғалдары аң аулауға қатыса бастайды. Бірақ ойын түрінде. Бұл өсудің қиын жолындағы ең маңызды сабаққа айналады. Арыстандардың 80% өмірінің алғашқы 2 жылына жетпей өмірімен қоштасады. Бұл аштық пен басқа жыртқыштардың шабуылымен байланысты. Орташа алғанда 2 жасқа дейін 5 арыстанның біреуі ғана өмір сүреді. Үңгір арыстаны Сібірде өмір сүрді және планетада бұрын соңды болмаған мысықтар отбасының ең үлкен өкілі болды. Біздің видеомыз ұнаса, бізге тіркеліп, басқа видеоларды көріңіз. Назарларыңызға рахмет.